Бүгін біз 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлуді үйренеміз. Бірінші мысалды қарастырайық. 48 саны 10-ға қалдықсыз бөлінбейді. Бөліндіден 10-ға бөлінетін 48-ге дейінгі ең үлкен санды белгілейміз. Бұл 40. Ендеше 40-ты 10-ға бөлсе, тең болады 4. Қалдықты табамыз. 48 азайту 40, тең болады 8. Сонымен қалдық 8. Қалған қалдық бөлгіштен кем, ендеше бөлгеніміз дұрыс. Тексеруді орындаймыз. Толымсыз бөліндінің мәні 4-ті бөлгіш 10-ға көбейтеміз. 4 көбейту 10 тең болады 40. Қалдықты қосамыз. 40 қосу 8 тең болады 48. Жауапты оқимыз. 48 бөлу 10 тең 4-ке. Қалдық 8. Екінші мысалды қарастырайық. 348 бөлу 100. 348 саны 100-ге қалдықсыз бөлінбейді. Бөлінгіштегі 100-ге қалдықсыз бөлінетін ең үлкен сан 300. 300 бөлу 100 тең 3-ке. Бұл толымсыз бөліндінің мәні. Қалдықты табамыз. 348 азайту 300 тең болады 48. Қалдық 48. Қалдық бөлгіштен кем. Тексереміз. Толымсыз бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. 3 көбейту 100 тең болады 300. 48 қалдықты қосамыз. 300 қосу 48 тең 348 болады. Үшінші мысалды қарастырайық. 3785 бөлу 1000. 3785 саны 1000-ға қалдықсыз бөлінбейді. 1000-ға қалдықсыз бөлінетін бөлінгіштен кіші сан бұл 3000. 3000 бөлу 1000 тең 3-ке. Қалдықты табамыз. 3785 азайту 3000 тең 785-ке. Қалдық 785. Қалдық бөлгіштен кем. Қане тексеріп көрейік. Бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. 3 көбейту 1000 тең болады 3000. Қалдықты қосамыз. 3000 қосу 785 тең 3785 болады.